Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 6 сынып 5-1 сабақты өтеміз. Сондай-ақ 849-дан 872-ге дейін есептерді шығарып көрсетемін. 849 тапсырма. Егер А үлкен Б болса, А минус Б айырмасының мәні минус 1,5, 0, 2,6 сандарының қайсысы болуы мүмкін дейді. А бізде Б-дан үлкен деп тұр, яғни А саны үлкен сан, Б саны кіші сан болады. Үлкен саннан кіші санды азайтқан кезде бізде қандай да бір натурал сан шығады. Ол минус шықпайды, немесе 0-ге тең болмайды. Яғни бұл жерде бізде А минус Б тең болады 2,6 санына. Келесі тапсырма 850. Мына теңсіздіктердің ішінен тура теңсіздіктерді теріп жазыңдар. Тура теңсіздік дегеніміз, яғни дұрыс жасалған теңсіздік. Мысал ретінде 5,6 саны 4,3 саннан үлкен. Яғни бұл тура теңсіздікке жатады. Өйткені үлкен сан кіші саннан үлкен. Екінші, минус 9,7 үлкен 6,5-тен. Бұл қате, өйткені минус сан плюс саннан үлкен болмайды. Үшінші, 5-тен 2 үлкен 5-тен 1-ден. Бұл да дұрыс. Төртінші, 2-ден 1 кіші 4-тен 1-ден. Бұл дұрыс емес, өйткені 10-ды 2-ге бөлсек 0,5 болады, ал 4-ге бөлсек 0,25 болады. Яғни бұл жерде 2,1 үлкен болады, 2-ден 1 үлкен болады. Бесінші, минус сан плюс саннан кіші болады. Бесінші дұрыс. Алтыншысы қате, яғни бізде тура теңсіздіктер үшеу ғана екен. Келесі 851 тапсырма. Координаталық түзуде А, Б және С нүктелері берілген. Бірінші А нүктесі мен Б нүктесінің, екінші Б нүктесі мен С нүктесінің, үшінші А нүктесі мен С нүктесінің координатасын салыстырып, нәтижесін санды теңсіздік түрінде жазыңдар деп тұр. Бізде А координатасы минус 4-те жатыр, Б координатасы минус 2-де, ал С координатасы 3-те жатыр. Енді осыларды бір-бірімен салыстырамыз. Бірінші, А мен Б-ны салыстырамыз. Сонда минус 4 кіші минус 2-ден болады. Екінші, Б мен С. Б бізде минус 2, ал С 3. Яғни минус сан плюс саннан кіші, минус 2 кіші 3-тен болады. Үшінші, А мен С. А минус 4, ал С 3-ге тең. Яғни минус 4 кіші 3-тен болады. Келесі 852 тапсырма. Теңсіздік түріне жазыңдар. Белгісіз шаманы X пен белгілеңдер. Бірінші, ыдыстағы сұйықтықтың көлемі 3 литрден артық емес. Яғни ол бізде X кіші 3-тен болады. Өйткені 3 литрден артық емес деп тұр. Яғни 3-тен төменгі сандар жатады. Екінші, өзен суының ағыс жылдамдығы 4 км сағаттан кем. 4-тен кем деп тұр. Яғни X кіші 4-тен болады. Үшінші, бүгін Тараз қаласындағы ауаның температурасы 5 градустан төмен емес. Бұл да, яғни 5 градустан төмен сандар, ол 5-тен кіші X болады. Төртінші, доғыл бұрыштың градустық өлшемі 90 градустан артық, бірақ 180 градустан кем. 90-нан артық деп тұр, яғни белгісіз сан бізде X қой. 90-нан артық, яғни 90-дан үлкен X, ал 180-ден кіші болған үшін X кіші 180-ден деп жазып қоямыз. Келесі 853. Жұлдызшаның орнына тиісінше үлкен немесе кіші белгілерін жазып, тура санды теңсіздік құрастырыңдар. Кестені толтырыңдар. Бізде бірінші, екінші кестеде сандар берілген, одан кейін олардың айырмасын жазып, яғни жауабын жазып, үлкен кіші белгісін қоюымыз қажет. Мысалы, бірінші 3 және 7 сандар, А минус Б дегеніміз 3-тен 7-ні азайтамыз дегеніміз. 3-тен 7-ні азайтсақ минус 4 болады, ал А бізде 3-ге тең, Б 7-ге тең. Сол үшін А кіші Б-дан болады. 3 7-ден кіші. Екінші, 6 минус 4. Ол 2 минусын плюсқа айналады. Сол үшін 6-ға 4-ті қосамыз. Ол 10-ға тең болады. Ал бізде 6 саны минус 4 саннан үлкен. Сонда ол А үлкен Б-ға тең болады. Келесі 9-дан 5-ті азайтамыз 4 болады. Бұл жерде А үлкен Б-дан болады. Төртіншіде дәл солай орындалған. Қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 854 тапсырма. Амалдарды орындаңдар. Бірінші, 16,192-ні бөлеміз. Жақша ішінде 12,3, азайту 17. Одан шыққан саны көбейтеміз. Минус 2,2-ден 1-ге. Ең алдымен азайту орындалады, одан кейін бөлу, одан кейін көбейту. Азайтамыз 12,3-тен 17-ні азайтсақ, минус 4,7-ге тең болады. Екінші, 16,192-ні минус 4,7-ге бөлеміз. Бұл жерде теріс сандарға айналдырып аламыз. 100-ден 1692 бөлу минус 10-нан 47. Бөлген кезде теріс көбейтіп аламыз. Минус 6-ның қатары шығарып алайық. 100-ден 1692 көбейту 47-ден 10 болады. Ал енді нөлдерін қысқартамыз.
Сонда 1692 бөлу 470 қалады. Оны бөлсек, минус 3,16-ға тең болады. Енді минус 3,16-ны көбейтеміз минус 2,2-ден 1-ге. Минустар қысқарып кетеді. 2,2-ден 1-ді көбейтіп аламыз. 2,5 болады. Ал 3,16 36 бөлу 10-ға тең болады. Ал енді бұл жерде 36 мен 2 қысқарады, 10 мен 5 қысқарады. Екеуін қысқартқан кезде 34 бөлінген 4 қалады. 36 бөлу 4 болады, ол бізде 9-ға тең болады. Келесі екінші, үшінші, төртінші амалдарда дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі тапсырма теңсіздік түрінде жазыңдар. Бірінші, сыныпта бір күнде 6-дан артық емес сабақ болады. Яғни 6-дан кем, яғни 5, 4, 3 деген сабақтар. Сабақты біз x деп алатын болсақ, оны біз x кіші 6 деп аламыз. Екінші, жеңіл атлетика үйірмесіндегі балалар саны 12-ден кем емес, бірақ 16-дан артық емес. Яғни үйірмені біз x деп алсақ, 12 кіші x-тан, x кіші 16-дан болады. Келесі 856 тапсырма, санды теңсіздіктердің анықтамасын пайдаланып, сандарды салыстырыңдар. Бірінші, 1,5 үлкен 1,5-тен 1-ге болады. Өйткені 1,5-тен 1 дегеніміз ол 1,2-ге тең. Ал енді екінші, 4-тен 1 кіші болады 0,4-ге. 0,4 дегеніміз 10-нан 4-ге тең. 10 мен 4 қысқарады, ол 5-тен 2-ге тең болады. Яғни 5-тен 2 саны 4-тен 1-ден үлкен болады. Үшінші, 50-ден 17 үлкен 100-ден 22-ден. Өйткені 100 бен 22 қысқарған кезде 50-ден 11-ге тең болады. Ал 17 саны 11-ден үлкен, сол үшін 50-ден 17 үлкен болады. Төртінші, бесінші, алтыншыда дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 857. Мына теңсіздіктерді қос теңсіздік түрінде жазыңдар. Бірінші, 7 кіші 15-тен, және 15 кіші 20-дан. Оны біз 7 кіші 15 және де 15 кіші 20 деп жазамыз. Екінші, 0,3 кіші 0,8-ден, ал 0,8 кіші 1-ден. Үшінші, минус 5 кіші минус 1-ден, минус 1 кіші 0-ден. Төртінші, m плюс n кіші k-дан, ал k кіші p плюс z-ден. Келесі 858. Салыстырып теңсіздік түрінде жазыңдар. Бірінші, x плюс 5-тен 3 және x плюс 5-тен 4. Біз бұны салыстырамыз, теңсіздік түрінде. Бұл жерде x плюс 5-тен 3 кіші болады x плюс 5-тен 4-тен. Өйткені бұл жерде екеуінде де x және де 5-тен 3 саны 5-тен 4-тен кіші болып тұр. Ал енді бұны теңсіздік түрінде жазсақ, 5-тен 3 кіші 5-тен 4 болады. Екінші, x минус 3 үлкен x минус 4-тен. Өйткені минус 3 саны минус 4 санынан үлкен болады. Яғни қанша сан минустан азайған сайын сонша үлкен болып барады. Үшінші, төртіншісі солай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 859. А және Б сандарының айырмасы бойынша А және Б сандарын салыстырыңдар. Бірінші, А минус Б тең минус 3-ге. Бұл жерде жауабында минус сан тұр, сол үшін бізде А саны кіші сан болады. Өйткені кіші саннан үлкен санны азайтсақ, ол жауабында минус болады. Сонда А кіші Б-дан болады. Екінші, А минус Б тең 7-ден 2-ге. Бұл жерде жауабында плюс 7-ден 2 бізде сан тұр, натурал сан. Ал бұл жерде А дегеніміз үлкен сан, Б дегеніміз кіші сан. Сол үшін А үлкен Б-дан болады. Үшінші, А минус Б тең 0-ге. Яғни қандай да бір саннан сол саннан өзін азайтса бізде 0 болады жауап. Сол үшін екеуде бір сан. А мен Б бір сан болған үшін А тең Б болады. Келесі 860. Теңсіздік белгілерін пайдаланып жазыңдар. Бүгін ауаның температурасы Өскеменде минус 3 градус. Бірінші, Павлодардағы ауаның температурасы Т градус, Өскемендегі ауаның температурасынан жоғары емес. Яғни бізде Т кіші және тең минус 3 градусқа болады. Өйткені Өскемендегі ауаның температурасынан жоғары емес деп тұр, соған тең немесе одан кіші болуы мүмкін. Екінші, Алматыдағы ауаның температурасы Т градус, Өскемендегі ауаның температурасынан төмен емес. Бұл жерде Т үлкен және тең минус 3 градус болады. Үшінші, судың температурасы Т градус 0 градустан төмен емес, бірақ 100 градустан жоғары емес. Бұл жерде сонда 0 кіші және тең Т-ға,
Т кіші және тең 100 градусқа болады. Келесі 861 тапсырма. Дене шынықтыру сабағында балалар 100 метр қашықтыққа жүгірді. Данияр осы қашықтықты 16 секундта жүгірсе, Айдос 18 секундта жүгірді. Балалардың қайсысының жылдамдығы көп? Санды теңсіздік арқылы көрсетіп жазыңдар бізде. Барлық жылдамдық бізде 100 метр, S тең 100 деп аламыз. Бірінші Данияр 16 секунд, оны Т1 тең 16 секунд, ал екінші Айдос бізде Т2 18 секунд деп жазып алайық. Ал енді біз V-ны табу үшін, қайсының жылдамдығы көп екенін табу үшін V тең S бөлу Т формуласын қолданамыз. Яғни бұл жерде S бізде 100-ге тең, 100-ді бірінші 16-ға бөлеміз, және де 100-ді 18-ге бөлеміз. Бізде әрине 100-ді 16-ға бөлген тарапымыз үлкен болады. Яғни Даниярдың жүрген жылдамдығы көп. Келесі 862 тапсырма. Сиқырлы квадратты толтырыңдар. Бізге 3 квадрат берілген. 3 квадраттың барлығында бізде 4 саннан бар, осының қалған сандарын табуымыз керек. Бұл жерде біз еніне қосқан кезде де, ұзындығына қосқан кезде де барлығында бірде сан шығуы қажет. Мысал ретінде бірінші квадратқа қараймыз. 9, 5, 11, 13 сандар берілген. Енді 9-ға 5-ті қосып көрейік. 9-ға 5-ті қоссақ 14 болады. Ал ортадағы бізде сан белгісіз, сол саны табуымыз қажет. 15-ке 5-ке 13-ті қоссақ 18 болады. 5-ке 11-ді қоссақ 16 болады. Яғни барлығы жауаптары бірде болу үшін бізге осы бос орынға сандарды жазуымыз керек. Мысал ретінде біз бірінші бос орынға 19 санын жазып көрейік. 9-ға 5-ті қоссақ 14, 14-ке 19-ды қоссақ 33 болады. Ал енді 5-ке 13-ті қоссақ 18, 18-ге 15-ті қосып көрейік, ол да 33-ке тең болады. Яғни бос клетканың орнына біз 15 саны жазамыз. Ал енді 5-ке 11-ді қоссақ 16 болады. 16-ға қандай санды қосқан кезде 33 болады. Әрине 17 санын қосқан кезде. 13-ке 17-ні қосамыз 30 болады. 33 болу үшін біз бос клетканың орнына 3 сан жазамыз, сонда 33 болады. 9-ға 17-ні қоссақ 26 болады. Енді 26-ға қандай санды қоссақ 33 болады. Әрине 7 санын қоссақ. Қалған 2 квадратта дәл осылай орындалады. Қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 863 тапсырма. Дыбыстың ауадағы таралу жылдамдығы шамамен 330 метр секунд. Дыбыс ауада 2 секундтан қандай қашықтыққа жетсе, суда 0,44 секундта сондай қашықтыққа жетеді. Дыбыстың судағы жылдамдығын тауып, оны дыбыстың ауадағы таралу жылдамдығымен салыстырыңдар деп тұр. Бізде таралу жылдамдығы, ауада таралу жылдамдығы 330 метр секунд, оны біз V1 деп аламыз. Ал бізде ауадағы Т1 тең 2 секунд, ал судағы Т2 деп аламыз, оны 0,44 секунд деп аламыз. Ал енді біз S1 тең S2 деп белгілеп алайық. Сонда V1 Т1 тең V2 Т2-ге. V2-ні табу үшін біз V1 Т1-ді бөлеміз Т2-ге. Сонда V1 бізде 330-ға тең, Т1 2-ге тең, Т2 0,44-ге тең. Осылайша біз көбейтіп бөлген кезде 1,5 метр секунд шығады. Яғни 330 кіші 1,5 метр секундтан болады. Келесі 864 тапсырма. Автобус бірінші күні жүруге тиісті жолдың 4/1-ін, екінші күні бірінші күнгі жолдың 3/2-сін, үшінші күні қалған 126 км жолды жүрді. Автобус 4 км жолға 0,16 литр бензин жұмсаса, барлық жолға неше литр бензин жұмсайды? Бірінші біз 4/1x деп алайық, тиісті жолдың 4/1-ін жүрді бірінші күні. Екінші күні 4/1x-ті көбейтеміз 3/2-ге, яғни оның 3/2-сін жүрді деп тұр. Ол тең болады 6/1x-ге. Енді үшінші күні 126 км жолды жүрді. 126 км деп жазып аламыз. Яғни 4 км-дан 0,6 литр жұмсалды деп тұр. Енді осыны біз теңдеу ретінде орындап алайық. 4/1x плюс 6/1x тең 12/5x болады. Бұл жерде 4 пен 6 бізде ортақ бөлімі 12 болады. 4-ке 3-тен 6-ға 2-ден береміз. Ол тең болады 12/5x-ге. Енді біз жалпы жолды 1x деп алсақ, 1x-тен азайтамыз 12/5x-ті. 1x бізде 12/12-ге тең, сонда 12/12x-тен азайтамыз 12/5x-ті. Ол тең болады 12/7x-ге. 12/7x бізде 126 км болса, ал жалпы жол қанша километр? Яғни бұл жерде біз 126-ны 12/7-ге бөлеміз.
бөлген кезде теріс көбейтеміз. 126 көбейту 7-тен 12 болады. 126 мен 7 қысқарады. 18 көбейту 12 тең болады 216 километрге. Енді 4 километрге 0,6 литр жұмсалса, 216 километрге қанша литр жұмсалады? Бұл жерде 216 x-ке тең болады. Сонда x-ті табу үшін 216-ны 0,6 көбейтіп 4-ке бөлеміз. Көбейтіп бөлген кезде 32,4 литр болады. Мына жерде 3 саны қалып кетіпті. Жауабы бізде 32,4 литр болады. Келесі 865-ші тапсырма. Өрнектерді ықшамдап алып, мәнін табыңдар. Бірінші, 4-тен a плюс 2 плюс 3-тен 3a минус 1 және 2-ден a минус 2. Бұлардың барлығына бірінші ортақ бөлімді табамыз. Ортақ бөлім бізде 12 саны. 4-ке 3-тен береміз, 3-ке 4-тен береміз, 2-ге 6-дан береміз. Осылайша 3-ті a плюс 2 көбейтеміз, сонда 3a плюс 6 болады. 4-ті 3a минус 1 көбейтеміз, 12a минус 4 болады. 6-ны a минус 2-ге көбейтеміз, 6a минус 12 болады. Осылайша енді ықшамдап алайық. 3-ға 12-аны қосып, оған 6-аны қосам, сол 21-ға тең болады. 6-дан 4-ті азайтып, одан тағы 12-ні азайтсақ, минус 10 болады. Сонда 12-ден 21a минус 10 болады. Енді a-ның мәнін табу үшін a-ның орнына минус 2 санын қоямыз. 21-ге минус 2-ні көбейтеміз, минус 42 болады. Одан минус 10 азайтсақ, минус 52 болады. Сонда минус 12-ден 52 тең болады, минус 3-тен 13-ке. 13-ті 3-ке бөлсек, минус 4,3-тен 1-ге тең болады. Екінші, үшінші, төртінші есептерде дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 866-ші тапсырма. Мына өрнектердің мәндерін салыстырып, нәтижесінің теңсіздік кіші үлкен белгілерімен жазыңдар. Бірінші, x плюс 0,5 және x минус жақшашына минус 0,3. Бұл жерде x плюс 0,3 үлкен болады, x минус 2 минусын плюс болады, сонда x плюс 0,3-ке. 0,5 0,3-тен үлкен. Екінші, y плюс жақшашында минус 4-тен 3. Жақшаны ашатын болсақ, y минус 4-тен 3-ке тең болады. Ал y минус жақшашында плюс 2-ден 1, жақшаны ашатын болсақ, y минус 2-ден 1-ге тең болады. Яғни бірінші тарапы кіші болады. Екінші, n бөлу минус 7 кіші n бөлу 7-ден, өйткені минус плюстан кіші. Төртінші, минус n бөлу минус 3, бұл жерде 2 минусын плюсқа айналады. Ал n бөлу минус 3, бұл жерде минус алдын қатарға шығып, ол екінші тарапы кіші болады.